Қалайсыздар достар? Бүгінгі видеода айтатын тақырыбымыз бұл разворот және откат, яғни коррекция. Осы екеуін жалпы графикте, яғни баға қозғалысы кезінде қалай шатастырмай дұрыс ажыратамыз, қалай дұрыс табамыз, сол туралы сіздерге бүгін айтып беретін болам. Жалпы кез келген бір тренд кезінде баға белгілі бір өзінің мақсатты зонасына жеткенге дейін бірнеше рет манипуляция жасайды. Яғни өзінің бағытын, структураны өзгертіп жатқан сияқты болады, бірақ өкінішке орай біз позиция ашқаннан кейін баға біздің стоп-лоссымызға қарай жылжитын болады. Жалпы енді қазіргі осы суретке назар аударатын болсақ, бізде бірнеше рет структураның өзгергенін байқауға болады. Бірақ барлығында да баға кері қайтып кеткен. Структураны өзгерткен, бірақ сәлден кейін кері қайтып кеткен. Тағы да структураны өзгерткен, бірақ сәлден кейін қайтадан өте қуатты қозғалыспен, яғни дисплейсментпен өте белсенді қозғалыс жасаған. Тағы жерде де структураны өзгерткен сияқты болған, бірақ қайтадан өсіп кеткен. Мына жерде дәл солай қайталана береді. Бұны жалпы біз order flow деп атаймыз. Енді осындай манипуляция кезінде қалай откатты және разворотты дұрыс анықтау керек, соны сіздерге түсіндіріп өтейін. Бірінші, осы бағаның қозғалысына түсініктеме беріп өтетін болсам, мына жерде бізде баға жоғарылап көтерілді, кейін өзінің ең соңғы қалдырған, яғни старый минимумға төмен қарай бағытталып, осы старый минимумға обновление жасап, яғни жаңартып, белгілі бір пой зонаға, интересный зонаға тест жасағанын көріп отырмыз. Кейін ары қарай баға екі бағытта кетуі мүмкін. Егер осы пой зона рас болса, жұмыс жасайтын болса, онда біз трендтің өзгергенін күтеміз. Ал егер бұл жұмыс жасамайтын болса, онда бұл кезекті манипуляция болуы мүмкін. Сондықтан бағаның қалай әрекет ететінін бақылаймыз. Мына жерде енді баға бізде дисплейсмент жасаған, яғни белсенді түрде өсіп барып, осы сол жақтағы максимумды жаңартқанын көріп отырмыз. Енді кейін баға өзінің соңында қалдырған осы жердегі свингті барып жаңартқан болатын. Бірақ бұл жердегі қозғалысқа қарап та айқын көруге болады. Бұл жерде ешқандай тренд өзгермеген. Жалпы осы салаға жаңадан келген адамдар болса, бұны трендтің өзгеруі деп ойлап қалады. Бірақ шын мәнінде бұл жай ғана ликвидностьтерді шешу немесе бағаның интересный зонаға дейін жасайтын откаты. Бірақ егер де осындай манипуляцияларға түсіп қалмас үшін сіздің қосымша екінші таймфрейміңіз болу керек. Мысалы, мен көбінесе позицияны 5 минут пен 15 минуттық таймфреймдерді ашам, кейбір кезде 3 минутта. Енді мен 5 минуттық таймфреймнен структураны қараған кезде көп жаңылшулар болмас үшін қасына 15 минутты қатар қоям. Яғни 5 минутта тренд өзгерді деп ойласам, 15 минутқа кіріп тексерем. Мысалы, мына жерде бізде осы қозғалыс, яғни осы жерде структура өзгерді, кейін баға төменге қарай откат жасағанын көріп отырмыз. Мына жерде ешқандай структуралық нүкте жоқ. Бізде ең маңызды нүкте дәл осы зонада, осы деңгейде орналасқан. Ал бұл деңгейді баға бұзбай, яғни жаңартпай, біз структураны өзгерді деп айта алмаймыз. Ал мына жердегі қозғалыстар бұлар әлсіз, яғни осы сияқты откаттарды көріп тұрған жоқпын, тек қана свингтер тұр. Сол себепті біздің маңызды зона ол осы. Ал осыған дейінгі қозғалыс бұл откат. Және мына қозғалыс пен мына қозғалысты салыстыратын болсақ, екеуінің арасында айырмашылық бар. Мынау дисплейсмент болса, яғни өте белсенді импульс қозғалыс болса, мынау жай ғана консолидацияға ұқсайды, немесе қарапайым әлсіз откат. Бұл жерде біз 15 минутта ешқандай структураның өзгергенін көріп тұрған жоқпыз, бірақ 5 минутта бізге структура өзгерген сияқты болып көрініп тұр. Бірақ кейін баға осы жерден разворот алып, осы минимумдардың астына накопление жасап, яғни позицияларды жинақтап, осылайынан өте қуатты қозғалыспен бағытты жалғастырған болатын. Енді келесі, мына жерде структура жаңарғаннан кейін бізде жаңа структура пайда болды. Бұл жерде де бізге ішкі субструктураның өзгергені туралы, яғни ақпарат беріп тұр баға, яғни откат жасаған, кері қарай содан кейін қайтадан осы минимумды жаңартқан. Бұл жерде де осы минимумның астына баға накопление жасады, ары қарай бағаны өсіру үшін.
Енді бұл жерде ішкі жақта субструктура өзгерген сияқты болып көрінуі мүмкін, бірақ 15 минуттық таймфреймде ондай структураның өзгергені туралы ешқандай ақпаратты көріп тұрған жоқпыз. Тек қана бағаның имбалансқа келіп тест жасап, ары қарай өсіп бара жатқанын көруге болады. Енді бұндай откаттарда біз 5 минуттық таймфреймде осы жерде структура өзгерсе лонг позицияға кірсек болады, немесе 5 минуттық таймфреймде бағаның қозғалысы түсініксіз болса, немесе откат өте қысқа болса, онда біз 5 минуттық таймфреймнен де төменге түсуімізге тура келеді. Мысалы, мінекей 5 минуттық таймфреймнен біз 1 минуттық таймфреймдегі кіші қозғалысты көріп тұрмыз. Мына қызыл зонада тұрған свечалар бұл осы жақтағы қозғалыс. Енді 1 минутта біз бағаның структурасын өзгерткенін көріп тұрмыз, яғни displacement болған, өзінің соңына имбаланстар қалдыру арқылы баға өзінің бағытын өзгерткен болады. Енді осы жерде бізде екі позицияға кіруге мүмкіндік болды. Біріншісі ол агрессив түрде, ал екіншісі подтверждение алып, растау алып барғаннан кейін кіретін мүмкіндіктер. Біз енді екі подтверждение алғаннан кейін барып кіреміз, себебі агрессив түрде кіру өте қауіпті. Егер тәжірибеңіз бар болса, олай кіруге болады, ал тәжірибе жоқ, жаңадан бастаған трейдер болсаңыз, сізге подтверждение алып, яғни растау алып барып кіру керек. Бұл жерде біз бір ордер блоктан кіруге мүмкіндік болды, және екіншісі имбаланстан кіруге мүмкіндік болды. Келесі тағы бізде баға импульспен өсіп барып, осы максимумды, яғни старый максимумды жаңартқан болатын, бізде жаңа структура қалыптасты, және жаңа бір манипуляцияны көріп отырмыз. Енді кейбіреулер осы жерден структура өзгертті позицияға кіруі мүмкін, немесе басқалар мына жерде күтуі мүмкін. Бірақ бізде екі жерде де структура өзгерген сияқты көрінеді. Мысалы, мына жерде толығымен displacement жасап, баға импульспен структураны бұзған. Бірақ шындығында бұл жерде жай ғана қысқа мерзімді структураның бұзылуы болды. Оған себеп, міне 15 минуттық таймфреймде біз мына свингті көріп тұрған жоқпыз. Яғни бізде структура өзгеретін нүкте ол осы жерде. Бірақ мына жерге дейін бізде импульс болған, осы нүктенің астыңғы жағында біз бағаның белсенді барып жабылғанын көрген жоқпыз. Накопление болған, яғни бұл крупный капиталдың осы жақта позицияларды жинап жатқанын, ары қарай өсуге дайындалып жатқанын көрсетеді. Ал егер структура өзгерді деп растай алуымыз үшін, онда бізге баға осы минимумнан толығымен асып, мінекей осындай қозғалыс көрсету керек. Енді жаңа айтып өткеніміздей, біз 5 минуттық таймфреймдегі баға қозғалысы түсініксіз болса, 1 минутқа кіреміз дедік. Мына қызыл зонаның іші осы 1 минуттық таймфреймдегі дәл осы суреттегі қозғалыс. Ол жерде не көріп тұрмыз? Баға бірінші өзінің, яғни старый минимумды жаңартқанын көріп отырмыз. Яғни осы жерге свип жасаған, стоптарды жинаған. Содан кейін барып бізде толығымен структураны өзгерткенін көріп отырмыз. Мына жерде де структураның өзгер деп айтуға болады, бірақ толығымен сенімді болу үшін осы структура бұзылған күттім. Енді біз мына жерде осы имбаланс арқылы позицияға кіруге болады. Біздің цель ретінде ол осы максимумдар болу керек. Яғни мына жерден кірсеңіз, бірінші целіңіз 2-де 1 пайда табу, немесе осы максимумға дейін ашу. Яғни 2 эррор пайда табу, немесе екінші тейкіңізді осы максимумдарға қойып қойсаңыз болады. Себебі кейбір кездерде баға осы максимумдарға жетпей қалуы мүмкін, бірақ 2 эррор пайда табуға сіздің анализіңіз дұрыс болмаса да пайда тауып қалуға мүмкіндік болуы мүмкін. Біз енді мына жерде баға откат жасаған, сосын мына жерде имбалансқа тест жасаған, осын ордер блоктан реакция алған, және осы жердегі структураны максимумды жаңартқанын көріп отырмыз. Енді осы жерде ашық көзге көрініп тұрған өте үлкен имбаланс зонасын көріп тұрмыз. Осы жерден позицияға кіреміз, ал стопты осы минимумға қойсақ болады, немесе сәл асырып қойсақ та болады. Келесі, бізде дәл осы жерде структура өзгергенін көріп отырмыз, бірақ бұл жерде бізде displacement болған, баға агрессив түрде структураны өзгерткен. Бірақ мен бұл структураға сенбес едім, себебі 15 минутқа кіретін болсақ, бізде мына жерде ешқандай свинг жоқ. Біздің нағыз структура өзгеретін маңызды нүкте ол осы. Бұл маңызды нүкте әзірге бұзылмаған, бірақ лонг позиция қарап көруге болады. Осы қозғалыс 1 минуттық таймфреймде осылай көрінеді, яғни структура өзгерген, өзінің артындағы минимумға свип жасаған,
кейін структураны өзгертіп, мына жерде order блок немесе STB зонасы қалыптасқан. Баға откат жасап, осы жерге дейін өсіп, осы структураны бұзғанын көріп отырмыз, және артына имбаланс қалдырған. Кейін мен осы имбалансқа лимитін ордерді қойып, стопты осы минимумға орналастырып, тегті тек қана 2 RR қалып қойсам болады. Бұл жерден баға лимитін ордерға тиді, кейін өсіп барып біздің таргетімізге тиген болатын. Енді екінші мысал, ол осы жердегі ордер блок зонасынан бірден кіру, яғни структура өзгергеннен кейін стопты осы қорғалған минимумның астына қою мына жерге. Ал таргетімізді осы мақсатты зонаға қою. Бірақ өкінішке орай баға бізде лимитіне ордерімізді алып, кейін осы максимумға жете алмай, белсенді түрде төменге қарай кетіп қалған болатын. Дәл осы жердегі мысалдарға қарайтын болсақ, бізде көп мүмкіндік болды позиция ашуға, тек қана осы жерде қателік кеткен болатын. Осымен видео аяқталды. Разворот және откатты анықтауды сіздерге түсіндіре алдым деп ойлаймын. Егер ұнаса лайк басыңыздар, пікірлеріңізді қалдырыңыздар, және каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеоларда кездескенше.